Бірі Қазақстаннан, бірі Үндістаннан. Олар Норвегияда кездесті. Қыздардың достығы сүйіспеншілік пен мейірімнің шекара танымайтынын дәлелдейді. Қызымыз Тамиристің 1 жылдан бері жан досы болып келген Аратрика денсаулығы себептерімен Үндістанға кері көшкелі тұр. Тамирис Аратриканы жоқтап сағынатыны сөзсіз. Жолың болсын, Аратрика қызымыз. Сауығып кет. Бұл тек жай әшекей емес. Бұл біздің мәңгілік достығымыздың белгісі. Біріміз Қазақстаннан, біріміз Үндістаннан болсақ та, бізді Норвегияда тағдыр тоғыстырды. Енді арақашықтық бізді бөліп тұрғанымен, жүрегіміз әрқашан бірге. Нағыз достық ешқашан шекара да, қашықтық та танымайды.